балалар кітапханасында Ауған соғысының ардагері Бейімбаева Мақсұт Зейнелович. Мен өзімді таныстыра кетсем, мен Айдос қызы Сезім Қансатбаев атындағы мектебіндегі 7 сынып оқушысымын. Сізден Ауған соғыс туралы сұхбат алғым келіп отыр. Бүгін біз Мақсұт Зейнеловичтен сол бір қиын жылдардағы естеліктерді тыңдағымыз келіп отыр. Сол уақытта ерекше естеріңізде қалған жайттар болды ма, сол туралы айтып кетсеңіз.
қай жылы оралдыңыз? Жақсы. Соғыста қай жылы аттандыңыз? Ол кезде неше жаста болдыңыз? Туыстарыңыз, достарыңыз, жақындарыңыз бұған қалай қабылдады? Бұны қалай қабылдады? Ауған соғысына баратыныңызды білгенде қандай сезімде болдыңыз? Қанша сарбаз сізбен бірге қызмет етті? Өскен естеліктеріңіз біз үшін өте құнды болды. Біз сияқты батырларды ұмытпаймыз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Сізге зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Жанұяңызға бақыт тілейміз. Аспаныңыз ашық болсын.